Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы десерттің бірі творожный сырок әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен творогымызды ыдысқа саламыз. Осы кезде өзіңізге ұнаған творогты таңдаған дұрыс. Енді блендердің көмегімен творогымызды біркелкі масса болғанша еземіз. Енді творогке алдымен сахарный пудра, келесі кезекте кокосовая стружка және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосып, массамыз біркелкі болғанша шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте пергамент қағазы төселген тақтайшаға осы творожный массадан видеода көрсетілгендей етіп ұзыншақтау форма жасаймыз. Енді тақташамызды мұздатқышқа кемінде жарты сағатқа жібереміз. Уақыт өткенше ақ және қара шоколадты су буында немесе микроволновый печта балқытамыз. Алдымен ақ шоколадты балқытып, кейін оның үстіне миндальный слайсы салып, жақсылап араластырамыз. 30 минут өткен соң мұздатқыштан сүзбелі массамызды алып, осылай ақ шоколадқа батырамыз. Енді қара шоколадты дәл солай су буында немесе микроволновкада балқытып, үстіне сұйық май және ұсақталған арахисті қосып жақсылап араластырамыз. Сүзбелі массамызды шоколадқа батырамыз. Барлығы дайын болған соң, тағы да холодильникке кемінде 30 минутке жібереміз. Осымен біздің әрі дәмді, әрі пайдалы десертіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті пайдаланып жасап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.